أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, сіз бенен біздің бүгінгі тақырыбымыз қоғамымызда көп болып жатқан, ауылда, қалада, жұмыс орындарында көзімізге көп түсіп жатқан, және де сіз бенен бізге ұнамай жатқан бір мәселе бар. Бұл адамдарды аралау деп айтылады. Қандай? Бай келіп қалса басқа мәміле, кедей келіп қалса басқа мәміле. Бастықтың туысқаны келіп қалса жеке бір мәміле, ал жұмыс істеп жүрген, бүйтіп айтқанда черный рабочий болып жүргендерге басқа бір әңгіме болады. Бұл екі жүзділіктің бір белгісі. Сіз бенен біз көптен көп уағыздарымызды айтып жатырмыз. Қандай да бір мәселеде басымыз жетпей жатқан болса, нәпсімізге ерік беріп жатқан болсақ, және де кібірден құтыла алмай жатқан болсақ, біз білейік қате жолдамыз. Енді сұрақ туындайды. Менің кібірім бар. Не істеуге болады? Көп ғұламалар айтады, кібірлі адам жамағаттың, көпшіліктің жүретін дәретханаларына барып, дәрет сіңдіретін орындарын тазаласын дейді, жусын дейді. Егер осыдан да кібірі жоқ болмай жатқан болса дейді, өзінің қымбат көлігімен кетіп бара жатқанда, жағдайы жоқ бір адамның алдына көлігімен тоқтап, көлігінен түсіп, екі қолмен «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» деп амандасып, амансыз ба, деніңіз сау ма деп, мына қолын, мына жүрегінің алдына қойсын дейді. Егер бұл да болмайтын болса, біз қазақтардың салт дәстүрі бар. Үйге қонақ келген уақытта кіші балдарды есік алдына шығарып қойып, кішкене тағара, иықта шашық сүлгі бар, қолда құман тұрады, екі қолмен құманды ұстап, басты иіп, келген адамға су құяды. Осыны істесін дейді. Қараңыздар да. Бұл не болады біздің? Адамдардың арасына, адамдардың деңгейіне қарап, мәміле қылудан тыятын және кісіліктен ұзақтататын бір әңгіме екен. Адамдардың арасында мәміле қылу бұл кісіліктің, кібірдің белгісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, кімде-кімнің жүрегінде шаңның тозаңындай бір кісілік болатын болса, ол адам жәннатқа кіре алмайды деді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы көрген сахабалар мен анда-санда көрген сахабалардың арасын бөлетін бе еді деген сұрақ келеді бізге. Сонда Махсун ұлдары деген бір тайпа бар еді, бір ру бар еді. Сол жерде Фатима деген бір бай әйел кісі бар еді. Бұл әйел кісі ұрлық жасады. Білесіздер, шариғатта ұрлық істеген кісінің жазасы өте ауыр болады. Қолы білекке дейін кесіледі. Сонда бұл рудағылар Усама бин Заидтің алдына бар. «Ей Усама» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сені қаттырақ жақсы көреді. Сен ол кісінің алдына барсаң, бұл Фатима деген әйел кісі қоғамға жәрдем беретін, бай, және де халықтың алдындағы, рудың алдындағы кісілерден бұл кісінің қолы кесілмесе, жазасын жеңілдетіңіз деп сұрап жүреді. Араға бір адам салды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына келіп, «Я Расулаллах, осындай мәселе болды. Бұл Фатима деген әйел кісі, бұл рудың алдындағы бай әйелдерден. Бұл кісінің беріліп жатқан жазасын, қылмысын кішкене жеңілдетіңізші» деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты ашуланды, көзі қанға толды. Былай деді: «Егер бұл ұрлықты қызым Фатима істесе, ол бұл жазаны алады» деді. «Екінші бұлай алдыма ешкім келмесін» деді. Қараңыздар. Бізде қалай болады? Бір оқуға кіру процесі болса, бір жұмысқа тұру процесі болса, білімді, дипломмен келген, сол жұмыстың маманы адамды алмаймыз. Өзіміздің танысымыз пәленшінің жиенін, түгеншінің нағашысын, түгеншінің інісін аламыз. Бұл нәрсе діни тұрғыдан жайыз емес, рұқсат емес, және де халал болмаған бір жұмыс екен. Араға адам салу деген бұл жақсы нәрсе емес екен, құрметті жамағат. Және де жұмыс орындарында, мешіттерде болсын, бүкіл жерлерде қандай да бір адамдар ақша беріп жатқан болса, коллектив болды, жиналды, бір жиын болайын деп жатқан болса, барлық адам 10 мыңнан берсін дейді да, басеке сіз бермей қойыңыз дейді. Қараңыз. Біз ойлаймыз да, бұл бөлу ме, бөлу емес пе? Бұл бөлу екен. Неге? Бәдір соғысына қатысқандар бар еді. Сонда Аббас радиаллаху анху әл-ислам дінін қабылдамаған, Бәдір соғысында қолға түскен тұтқындардың бірі еді. Пайғамбарымыз асхабымен келісе отырып, байлар фидия төлесін, яғни бір мөлшерде ақша берсін,
солай бостандыққа шықсын. Ақшасы жоқтар оқу жазуды үйретіп 10 адамға солай бостандыққа шықсын. Ақшасы жоқ және оқу жазу білмейтіндер бұлайша бостандыққа шықсын деп бір тапсырма берді. Сонда кейбір сахабалар айтты: бұл Аббас радиаллаху анху, ол уақытта исламдан қабылдамаған Аббас деді, пайғамбардың көкесі, бауыры деді. Бұл кісі пайғамбардың бауыры болған үшін бұдан біз фидия алмай қойық та, бұны жібере салайық, және де пайғамбар бізді осы амалымыз үшін жақсы көретін шығар бәлкім деді. Бұл хабар пайғамбарымызға келген еді. Аббас соғысқа қатысты, мүшриктердің жанында тұрды, біздің қолымызға тұтқын болды. Менің туысқаным деп, менімен рулас деп, менімен қандас деп, оны бөле алмайсыңдар. Жұрттар не беріп жатқан болса бостандыққа шығу үшін, ол да сол ақшаны береді, солай бостандыққа шығады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі тапсырмасын берді. Көрдіңіз ба? Біз не қыламыз? Жұрттың баласы бір қылмыс істеп қалса, жұрттың алдына шығарып, оны жерге ұрып, бетіне қағып отырамыз да. Ал өзіміздің баламыз, өзіміздің қызымыз сол нәрсені істесе, көрмейміз да. Соны жасыруға тырысамыз. Өзіміздің баламызды қылмысын жасырып жатырмыз ба? Жұрттың баласында қылмысын жасырамыз. Менікіне не болса, басқасында да со болу керек. Арада бөлу деген мәселе болмау керек екен біздің қоғамда. Біз осыған мән берсек, қоғамымыз сондай дұрысталып қалады, құрметті жамағат. Сахабай керам айтады: Хунейн соғысына дайындалдық, сапарға шықтық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түйесімен кетіп бара жатқан еді. Менің де аяғымда табаны қаттылау бір аяқ киім бар еді дейді. Сол аяқ киіммен мен де түйедемін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аяғына тиіп кете береді дейді ғой аяқ киімім. Әр тиген сайын пайғамбарымыз: ары тұр, абайласайшы деп айтады дейді. Сонда 3 рет сөйтіп аяғымның табаны, аяқ киім табаны пайғамбарымызға тиген еді. Пайғамбарымыз қамшысын алды да менің аяғымнан тарта жіберді, ары бар деп дейді. Сөйтіп бардық, соғысқа қатыстық. Соғыстан қайтып келгеннен кейін пайғамбар сені шақырып жатыр деді. Мен қобалжыдым, кішкене қорқтым. Неге? Менің аяғым 3 рет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тиді, зиян берді. Пайғамбарымыз мені 1 рет ұрды дейді. Мен пайғамбардың алдына бардым, сөгіс естем деп ойладым. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: сенің аяқ киімің менің аяғыма 3 рет тиді. Мен сені қамшымен ұрдым. Бірақ бұл қамшым саған қатты тиіп кеткен мен сездім. Соның үшін мына сыйлықтар саған. Егер маған бір ренішің өткен болса, мені кешір деп, ана адамды разы қылып шығарып салды пайғамбарымыз. Мен пайғамбармын, мен басшымын, мен бастықпын деп, өзінің жанындағы адамдарды жерге ұрып, және де артығынан өзінің хақ етпеген бір жазасын берген жоқ. Біз осыған мән беруіміз керек. Неге? Құран-ы Кәрімде басшылар қол астындағылардан сұралады деді. Хадистерде де келген. Басшымыз ба? Қол астымыздағы адамдардың алып жатқан ақшасынан, көріп жатқан мәмілесінен, жүректеріне тиген, тимеген сөздерден сіз және біз бастықтардың, басшылардың хабары болуы тиіс екен. Егер ренжітіп қойсақ, бастықта болсақ, әкеде болсақ, баламыздан, жұмысшымыздан кешірім сұрап, көңілін алуға тиіс екенбіз. Бұны да біліп қоюымыз керек. Және де көптеген уағыздарымызды айтамыз. Адамдардың арасын алалау дедік қой. Баламыз бар, ол бала, қыз баламыз бар. Кейбір әкелер, кейбір аналар ұлға қарағанда қызды, қызға қарағанда ұлды көбірек жақсы көреді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні Хасан радиаллаху анхуға су берді. Сосын Хусейн радиаллаху анхуға су берді. Бұл көріністі көріп отырған Фатима анамыз айтты: "Хей Алланың елшісі, сіз Хусейнге қарағанда Хасан радиаллаху анхуды көбірек жақсы көреді екенсіз ғой" деді. Пайғамбарымыз айтты: "Ей Фатима, қызым, сен олай қателеспе. Бірінші Хасан су сұрады менен, соның үшін бірінші оған бердім. Екінші Хусейн сұрады, соның үшін Хусейнге бердім. Мен балдардың, қыздардың арасын бөлмеймін, барлығын бірдей жақсы көруге тырысамын" деді. Егер балдардың, қыздардың арасында бір бөлу мүмкіндігі маған берілгенде еді, мен қыз балаларды ұл балалардан көбірек жақсы көретін едім дейді. Қараңыздар. Бала шағамыздың біз қайтыс болғаннан кейін араларында бүліктің шығуына, фитнаның шығуына, арасындағы келіспеушіліктің шығуына бірінші себепші біз әке-шешелер ол бала шағаның кіші кезінде әділетсіз мәміле қылғанымыздың
нәтижесі болады екен. Осы мәселелерге мән беруіміз керек. Біз бүгін не айтып жатырмыз? Мұсылманды ала алмайды. Байға да, кедейге де, үлкенге де, кішіге де мұсылман секілді жан ашып мәміле қылады. Егер бір өзі болса, бай болса да, кедей болса да, үлкен болса да, кіші болса да, көпшілік отырған болса, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп сәлем береді. Егер танысын танымасын, мұсылман бауыры кешке үйге тамаққа өт дейтін болса, ол кісі қолы бос болса, ешқандай желеуі жоқ болса, сол дағуатқа, сол шақыруға баруы тиіс болады. Бұл да біздің мұсылманға мұсылманша мәміле қылуымыздың бір үлгісі болады екен. Уахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.